Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге BAMX YouTube арнасы. Бүгінгі видеода біздің шетел қонақтары десек те болады, Питер мен Майк деген жігіт келіп біздің мотосалонымыздан X33 моделін алған болатын. Ал олар сол мотоциклмен Қазақстанды аралаймыз дейді. Ал біз олармен сөйлесіп, бізде бірге Қазақстанның Көлсай, Қайыңды және Шарын Шатқалы деген жерге бірге шығатын болдық. Сөйтіп біз жолға шықтық, өзіміздің Mercedes Sprinterға мотоциклдерімізді тиеп алып жолға шықтық. Жолда әңгімелесіп те көрдік, тілдерін түсінбегенмен орысшалап, ағылшыншалап бірдеңе қылып сөйлесіп бардық. Бірінші күні түсірілім болмады. Неге десеңіздер, қараңғы батып кетті. Біз жетеміз дегенше біраз уақыт өтті де, сондықтан да жатып дем алдық. Сол жақтан гостиница алып, ертеңгі күннен бастап съемканы бастаймыз деп шештік. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, құрметті достар. Біз міне таңертең азанмен ояндық. Осы Жалаңаш деген ауылдамыз. Қазір біздің шетелдік достарымыз десек те болады. Питер мен Майкқа барамыз. Олар да бізді күтіп отыр. Мотоциклдар түсіріп, Көлсай мен Қайыңдыға жолға шығатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Oh, hello, Mike. Oh, hello. I have the same one there, actually. Yeah. Hello, how are you guys? Good? Міне біз каскаларымызды алып, мотоциклдарды оталдырып, дайынбыз десек те болады. Қазір менің астымда 277 моделі, мына жақта 2X33 моделі. Осылай жолға шығып баратырмыз. Мені осылайынан көріп тұрғандарыңыздай X33 моделімен Питер мен Майк как положено госномермен шықты. Ал біздің астымызда X77 моделі Қайыңдыға қарай жолға тарттық. Байқасаңыздар, мына жерде Қайыңдының жолы жеңіл көлік жүре алмайды. УАЗ сондай машиналар жүреді. Біз мотоциклмен бардық. Осындай жолдармен. Сосын осындай экопосттан өтіп, Қайыңдының асты жағына жеттік. Бұл жерде байқасаңыздар, аттар, тамақ ішетін жерлер, ат прокатқа береді. Содан кейін біздің Питер мен Майкқа ұлттық тағам десек те болады, қымызымызды ұсындық. Олар әрине қымыз ішіп көрмеген екен, көріп бірінші рет ішіп, ішкісі келмей жүректері айнып, содан кейін өзіміз іштік та. Ары қарай Қайыңдыға дейін мотоциклмен көтерілік десек бізді жібермеді, сондықтан да біз осылайынан атты прокатқа алып Қайыңдыға дейін бардық. Ал алдарыңызда Қайыңдының әдемі көріністері. Құрметті достар, біз Қайыңдыдамыз. Байқасаңыздар, судың ішінде қайыңдар өсіп тұрған аты Қайыңды аталады. Қойы, бәлі, бүгін соны. Сөйтіп Қайыңдыдан төмен қарай түстік дағыны өзіміздің темір тұлпарымызға оралып, артқа қарай жолға шықтық. Jolдағы осындай әдемі көріністерді түсіріп алдық. Pausing from the same fire. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight. Жолда келе жатып, Майк бір оңбай құлап алды. Оны тұрғызып, мотоциклін қарап, тексеріп, қайтадан жолға шықтық. Судан өттік, тау тасты кештік, неше түрлі видеолар түсіріп, осылайынан қайттық. Және де Питер мен Майк үйге қайтамыз деп шешті, өзіміздің гостиницамызға деп. Ал біз Тайып екеуміз ары қарай Көлсайға барып қайтайық деп шештік. Көлсайға қарай бара жатып, осындай әдемі көріністер түсіріп, Көлсайға барып мотоциклімізге фотосессия жасап, сосын обратно ауылға қайттық. Екінші күнгі локациямыз біздің Көлсай болды. Көлсайға біз машинамен шықтық, Питер мен Майк өздерінің мотоциклдарымен шықты. Құрметті достар, міне біз таң азанмен уже тұрып, Питер мен Майктың гостиницасына келдік. Олар мотоциклдарын шығарып қыздыру үстінде. Біздің келесі локациямыз Көлсайға барамыз. Біз бұл жол көлікпен барамыз. Біздің 277 модельдерін тиеп қойдық, чтоб біз түсіру үшін. Қазір енді осы X33 модельдерімен Питер мен Майк
айдап барат Көл сайга дейин. Бизбен бирге болуңуздар. I don't wanna act too high and mighty, 'cause tomorrow I may fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for Көл сайга бара жатып осындай әдемі кадрлар түсірдік. Телешкеден отырып, іштінен отырып. Одан кейін міне Көл сайга жеттік. Көл сайдың парковкасы. Одан екіге бөлінетін болып шештік. Питер мен Майк Көл сайдың суына түсіп, қайықпен жүземіз деді. Ал біз охранник ағадан сұрап алып, Көл сайдың арғы бетіне шығатын болдық, мотоциклмен баруға болады екен. sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Lord, I thank you. Мына жақта осындай қарасаңыздар, көрінісі тұман басып тұр, Қарағайлар тау өте әдемі. Осындай локацияға BAMX-ің 277 моделімен келдік, жаңа ары бері жүріп көрдік. Өте керемет. Ауа райы да күшті болып тұр. Мынандай сайдан 277 моделімен қиналмай көтерілдік қазір. Деңгейде видеосы пайда болады, сол кезде көресіздер. Осындай әдемі көріністен төмен қарай түстік. Төмен қарай түсуде қызықтар болды. Менің айдап жүрген 277 моделінің бензині өтіп қалып, төмен қарай мотоциклде жүріп накатпен түстік. Одан кейін көлікпен тиеп алып қайттық. Осымен біздің түсіріліміміз аяқталды. Егер де осы видеоларымыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыз. Әлі де талай қызықты видеолар түсіретін боламыз.